Сәлеметсіздер ме оқушылар? Алдарында Қарағанды облысы Абай ауданы Абай қаласының номер 10 мектеп гимназиясы коммуналды мемлекеттік мекемесінің информатика пәні мұғалімі Зилябекова Назым Бүркетбаевна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы біздің айналамыздағы ақпарат. Сабақтың мақсаты ақпарат ұғымы туралы білім алуды, ақпарат түсінігі, әртүрлі формадағы ақпараттар мен ақпаратты өңдеу, сақтау, қабылдау түрлері туралы білімі қалыптасады. Бүгінгі сабақта үйренетініміз ақпарат ұғымын әртүрлі формаларда ақпаратты ұсынуды, беруді. Кәне оқушылар, ойланайықшы, информатика қандай пән және нені зерттейді? Информатика сабағында неліктен компьютерді қолданамыз? Иә, информатика ақпаратпен жұмысты, яғни мәліметтерді өңдеумен жіберуді зерттейді. Информатика пәні компьютермен тығыз байланысты. Ал компьютер ақпаратты өңдейтін құрылғы екендігі сендерге алдыңғы сабақтардан мәлім. Айналана қоршаған ортаны көз салып қарасан, табиғаттың, адамдардың тіршілігін, көліктердің қозғалысын көресің, түрлі құбылыстарға куә боласың. Яғни түрлі ақпарат аласың. Мысалы, біз терезеге қарап, бүгінгі күннің ауа райының қандай екендігі туралы біле аламыз. Демек, ақпарат бізге қалай беріледі? Ақпарат бізге ауызша, жазбаша және қимыл қозғалыс түрінде беріледі. Ақпарат тірі табиғатта да, өлі табиғатта да болады. Демек, ақпарат алмасудың алуан түрі бар. Атап айтатын болсақ, ақпарат алмасу қарым-қатынас жасау арқылы ойлану өз бетінше зерттеу нәтижесінде жүреді. Ақпарат адамға не үшін керек? Адам ақпаратты пайдалана отырып, белгілі бір мәселелерді шешеді. Жаңа ұғымдармен ақпараттар алады. Қажет болса, ақпаратты өңдейді. Мысалы, компьютерде мәтін жазып, оны өңдейміз. Ақпаратты қағазға басып шығарамыз. Не болмаса, досымызға почта арқылы жөнелтеміз. Демек, біз ақпаратты есімізге ғана сақтап қоймай, оны таратады аламыз. Бұл ақпараттық үдерістер деп аталады. Яғни, информатика ақпараттық үдерістерді зерттейтін ғылым. Бір ақпараттың өзі әртүрлі бейнеленуі мүмкін. Сан, мәтін, сурет түрінде. Мәселен, автотұрақтағы көліктердің санын 5 санымен, 5 сөзімен, жазылған мәтінмен және олардың суретін салу арқылы бейнелеуге болады. Бейнелеу тәсілдеріне қарай ақпарат бейне, мәтіндік, графикалық, дыбыстық, сандық деп 5 түрге бөлінеді. Ал қабылдау тәсілдеріне қарай көру, to see, қабылдау сезім мүшесі, көз, S 81% арқылы қабылдайды. Есту, to hear, қабылдау сезім мүшесі, құлақ, ear 10% арқылы қабылдайды. Дәм сезу, taste, қабылдау сезім мүшесі, ауыз, drinking 3% арқылы қабылдайды. Сезу, to feel, қабылдау сезім мүшесі, қол, access 2% арқылы қабылдайды. Және иіс сезу, smell, қабылдау сезім мүшесі, nose 4% арқылы қабылдайды. Ақпарат ұғымы латынның information, түсіндіру, білу, баяндау деген сөзінен шыққан. Ақпарат сақтау, өңдеу, жеткізу және пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған ортада болып жатқан мәліметтер мен өзгерістер. Қоршаған орта ақпарат көзі.
Келесі кезекте оқушылар бейне материалға назар аударамыз. Қазақстан Республикасында 48262 көл бар. Олардың 42248-і 1 километр квадратты құрайды. Алаңы 100 километр квадраттан астам ірі көлдер саны 22. Қазақстанда Каспий теңізі мен Арал теңізі сияқты ірі көлдер бар. Бұдан басқа республикада әлемдегі ең үлкен көлдердің бірі Балқаш көлі орын алған. Қазақстан аумағы бойынша көлдер әрқалай орналасқан. Солтүстік Қазақстанға барлық көлдердің 45% келсе, оңтүстік пен орталыққа 36% келеді. Ал қалған аймақтарда тек 19% орналасқан. Қазақстан көлдерінің жалпы беті 45 мың метр квадратқа жетеді. Судың жалпы көлемі 190 километр куб. Көл барлық табиғи зоналарда кездеседі, бірақ жылу мен ылғалдылықтың ара салмағына байланысты олардың бөліну суының сапасы мен мөлшері әрқалай. Оқушылар, келесі онда біз тапсырма орындайық. Номер 1 тапсырма. Бейне ақпаратта көрсетілген ақпарат түрлерін атап және қабылдау сезім мүшелерін дәптерге жазамыз. Кәнекей, бейне ақпаратта көрсетілген ақпарат түрлерін жазамыз дәптерге, және де сезім мүшелерін жазамыз қабылдау, сосын дұрыс жауапты салыстырамыз. Бірінші, графикалық, дыбыстық, бейне, мәтіндік, қабылдау сезім мүшелері, көз, құлақ. Оқушылар, жарайсыңдар, сендердің жауаптарын дұрыс жауап, көрсетілген дұрыс жауаппен бірдей екендігіне сенімдімін. Келесі, екінші тапсырмаға назар аударамыз. Ақпарат түрлерін сәйкестендіреміз. Дұрыс жауапты тексереміз. Бірінші, бейне, екінші, мәтіндік, үшінші, дыбыстық, келесі, сандық, соңғысы, графикалық. Жарайсыңдар балалар, сендердің жауаптарын дұрыс екендігіне тағы да сенімдімін. Оқушылар, олай болса, күнделікті ашып, үйге тапсырма жазамыз. Үйге 9 беттегі номер 2 тапсырма. Оқушылар, келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңдар.